эфирде 58-ші студия бағдарламасы сіздермен бірге мен Сырғалы Меншанқызы. Бүгін бізде қонақта Әділ Ахметов атындағы шығармашылық орталығы жоба жетекшісінің ассистенті Бағлан мырза. Бағлан бүгінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің бірінші курс студенті. Бағлан, әуелгі сұрақ, студенттік өмір қалай өтуде? Студенттік өмір екеуі екі түрлі екен. Өйткені мектепте сен үшін мұғалімді жүгіретін болса, ал студенттік өмірде сен өзің үшін жүгіресің. Сен қара шаңырақтың есігін аттадың. Бұл салаға келуіңе, бұл мамандықты таңдауға орталықтың септігі тиді ме? Иә, орталықтың бір 30%-дай септігі тиді. Өйткені қалған 70%-ы өзімнің қанымнан келген. Өйткені менің атам ауылдық округтық газеттерде мақалаларын жариялап, өлеңдерін шығарып, өзінің кішігірім ақындық өлеңдерін жазып, сол округтық газетте жариялап отырған. Ал орталыққа келетін болсақ, орталықта менің қабілеттерім ашылды десек те болады. Өйткені мен қанымда ақындық өнер бар екенін білген жоқпын. Осы орталыққа келіп, өзімнің ақындық өнерім бар екенін білдім, өлең жазуды үйрендім. Одан бөлек ораторлық өнерімді дамыту үшін дебатқа қатыстым, пікірсайыс өнеріне. Сол осылай бір септігін тигізді. Бүгінде сен мектептен кетсең де, бірақ әлі күнге мектепте баршаңда ұстаздармен қатар білек сыбана еңбек етіп кірісіп жатсың. Орталыққа қалай келдің? Орталыққа келудегі мақсатың қандай болды? Мен енді осы мектептің түлегі болғаннан кейін мектебім алтын ұям. Мектепті мен ешқашан ұмытпаймын. Сол үшін де ұстаздарымда кім айтса, мектептен қандай қолдау керек болса да мен көмектесуге дайынмын. Бұл ұсынысты ұсынған маған Самалбай. Қолын қайтарғым келген жоқ, өйткені өзімнің мектебім болғаннан кейін қолымнан келгенше көмектесуге тырысып жатырмын, әлі де тырысамын. Қандай көмек болса да, керек болса да, мен әрқашан отказ беріп жүрмеймін. Былайша айтқанда 58 өз түлегін қияға ұшырғанмен, Бағлан 58-ден кетпейді дейсің ғой. Енді сен тек қана студент емес, бүгінде сол университетте жоғары оқу қабырғасында алтын сапа дебат клубында клуб мүшесі екенсің, дебатпен айналысасың. Апайдың естуінше мектепке де осы қанша жерден дебатқа таласқа екенін көрінгенмен физика, математика пәнін таңдап ұшқыш болуды армандаған екенсің. Бірақ журналист болу мен ұшқыш болудың арасы жер мен көктей. Ол саланы таңдайын деген ой саған қалай келді негізі? Ұшқыш болу деген идея негізі ол менің анамнан келген нәрсе. Өйткені анамның айтуынша негізі мен өзім де білдім. Өйткені журналистика ол шығармашылық болғаннан кейін гранттар саны аз болады. Бір грантқа 3-4 бала таласады деген сияқты. Мүмкіншіліктер аз деген сияқты. Содан кейін анам айтты, осындай гранттар көп, мамандыққа таңда, болашағы бар деген сияқты, ешқашан өлмейді деген сияқты. Содан кейін барып, анамның айтуымен осы 11 сыныпта алғашында 5 ай бойы осы физматқа дайындалдым. Ұшқыш болу, ол мен бір арманымның бір бөлшегі болды. Өйткені мен ол ұшқыш болуды 5-6 сыныпта мен бір арман ретінде қарастырдым да. Бірақ мен оны мақсат қылып тұтқан жоқпын. Қалай болар екен деген. Қалай болар екен деген сияқты. Өзімді визуализация жасай аладым сырттай. Өзіме солай жасадым да. Солай ұшқыш болуды армандадым кішкене, бірақ одан кейін осы шығармашылыққа келгеннен кейін, мектеп табалдырығында жүргеннен кейін, активистік өмірге келгеннен кейін менде басқа қырым ашыла бастады. Осы журналистика, ораторлық жағынан, шешендік жағынан осылай. Содан кейін 8-ші сыныптан бастап ойымды өзгерттім. Маған ұшқыш қатты жаныма жақын емес екен. Керісінше журналистика жақынырақ болды да. Менің қабілеттеріме байланысты. Әр таланттың ішінде бір өшпелі сәуле жатады, оны қабілеті дарыны деп айтсақ қателеспейміз. Ал сол сәулені сыртқа шаншыра етіп жағуына себеп болған кім сен үшін? Бірінші анам, одан кейін барып мектеп менің ортам, яғни ортамның ішіне барлық достарым да кіреді, немесе мектептегі адамдар, немесе
екінші анам ұстаздар, яғни Самал апай десек те болады, өйткені менің қабілетімді аша білген ол Самал апай да. Осындай орталыққа шақырып, мені дебатқа да шақырған ол Самал апай. Сол үшін жалпы Самал апайдың септігі көбірек дейді десек те болады. Жаңа айтып жатырсың ғой, анам ұшқыш бол деп айтты, өлмейтін мамандық болсын деп айтты. Енді біздің осы подкастты, бағдарламаны тек қана ұстаздар я болмаса ата-аналар емес, жас түлектер, оқушылар көреді. Сенің ойыңша ата-ана баланың болашақ мамандығын таңдауға араласқаны дұрыс па? Бұндай жағдайда оқушы не істеу керек? Ата-анасының тіпті көңілін қалдырмайын деп өзінің жаңа сүйген саласынан бас тартып кетіп жатқандар да бар. Ондай жандарға, оқушыларға қандай кеңес берер едің? Жалпы ата-ана ретінде ол баланың болашағына алаңдаған өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ешқандай ата-ана өз баласына жамандық тілемейді, жаман нәрсе ұсынбайды. Мысалы, менің анам маған ұсынды тек қана, маған талап еткен жоқ, менен ештеңе талап еткен жоқ, тек қана балам, мүмкін осы мамандықты таңдасаң қалай болады? Ойланып көрші деген сияқты. Менен талап болған жоқ. Маған айтқан жоқ, сен міндетті түрде ұшқыш боласың, міндетті түрде тіс дәрігері боласың, міндетті түрде сен хирург боласың деген сияқты. Маған айтты тек қана, мүмкін осындай болашағы бар, ешқашан өлмейтін мамандықта таңдап көресің деген сияқты. Мен оған құлақ астым, сол құлақ асқаннан кейін барып, өзімді сынап көрдім ғой. 5 ай физматты оқыдым, өзімді сынап көрдім. Өзімді сынағаннан кейін физмат менің жаныма жақын болған жоқ. Мен түсіндім, мен физматта жақсы оқып жүрдім, күні түні дайындалдым, мен грантқа түсетінді білдім. Бірақ грантқа түссем де ертең мен білдім, болашақта мен таңертең ұйқымды қиып, өзім қаламаған оқуға барып, стипендия алсам да қаламаған оқуға барып, түрімді тыжырайтып отырғым келмеді. Былайша айтқанда, анамның қалауын, өзінің жүрегінің қалауы істемейсің ғой. Анам маған әрқашан қолдау білдірді. Жүрегіне қалайды, соны істе деді. Өзің сөзің аузыңда, дәл сенікіндей оңай менің де басынан өтті, себебі мен де кішкентай кезімде журналистика саласында қызмет етуді, журналист болуды, редактор болуды қаладым. Ата-анам, бірақ та анам математика саласында ұстаз, ол кісі сен математик бол, жаңағы ұбт-дан сен 70 алсаң да 60 алсаң да грантқа түсіп кете аласың. Өйткені өзің білесің ғой, журналистика саласында сен оқығаннан кейін ежелеген балды алуың керек. Сен грантқа түсу үшін сенде мүмкіндік аз деген секілді. Ал ата-аналар ондай дүниені қалмайды, былайша айтқанда баланың болашағын қалайды. Себебі біз грантта оқысақ, ол бірінші өзімізге және ата-анамызға қаржы жағынан пайда. Ол сол жағынан өт. Бірақ та енді ата-анам менің де пікіріме санасты, жүрек қалауымды таңдап, мен де журналистика саласына келдім. Болашақ жас түлектерге айтарым, өз жүрек қалауларыңда қандай сала я болмаса мамандық тұрады, нені қалайсыңдар, сол дүниеден бас тартпаңдар, соңына дейін барыңдар. Себебі сен қалаған дүниеден болашақта бір сен де болсын кірпіш қаланады, жетістікке сол арқылы жетесің. Қазір сен жоба жетекшісінің ассистентісің, орталықта қызметің қандай, болашақта қандай жобаларды істеу ойыңда бар? Жоба жетекшісі, яғни Самал апайдың ассистентімін. Яғни басты міндеттерінің бірі ол дұрыс идея беру, яғни орталықты дұрыс жағынан дамыта беру. Орталықта қазіргі таңда, жалпы орталықта демесек те болады, жалпы мектеп қабырғасында жүрген балалар бар, таланттары ашылмай қалған. Ол балаларды орталық ашылғаннан кейін сенің мойныңда да балаларды аша білу, яғни орталыққа шақыра білу, өздерінің болашақта болатын мамандықтарын таңдай білу деген сияқты. Қабілетін ашу. Сондай идеяларды жетекшіге жеткізу және балаларды орталыққа тарту, осындай подкасттарды көбірек түсірген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені подкасттар қазіргі таңда заманауи ғой. Көп балаларды қинамайсың, тек қана ойында не бар екен, психология, философия арқылы біліп отырасың да. Сол кезде ғана балалардың бойынан қабілеттер байқауға болады. Ұстаз ретінде, мысалы Самал апайдың осындай подкастсыз-ақ менің қабілетімді байқап қалды. Білмеймін, психологиялық тұрғыда педагог болғаннан кейін ба, педагог болғаннан кейін қабілет байқайды әрине. Бірақ балалар бар,
жабық та, олар эмоциясын да көрсете алмайды. Ал мен кішкене эмоционалды бала болдым да. Әлі күнге дейін эмоционалды баламын. Мен әр ортада өзімді дұрысынан көрсетуге тырысам. Сол үшін мені көп адамдар жақсы жағымнан көп байқайды. Осындай мен сияқты самалбайда басқа балалардың қабілетін ашу, ертең болашақта жабылып қалмау үшін. Өйткені адам өз ойын білдіру ол өте дұрыс нәрсе ғой. Жалпы қазіргі таңда пікір білдіру деген нәрсе өте қиындап бара жатыр да. Иә, себебі адамдар көбінесе жабық, тұйық, өзінің ішкі әлемімен сыртқа бөлісу оларға өте қиын. Енді осы кезде біз мысалы осы өзіміздің таңдаған саламыз, бұл дүниеге келе бар дүние, қашанда халықтың біліммен алмасып, жаңағы пікір таласып, осындай дүние сыртқа шығаруымыз керек. Енді балапан жаңағы көзін ашқаннан кейін бір ұяда қанат қағып, қатайып, қыран болып сол жерде қала бермейді, қонақтамайды, өзінің ұясын салады. Ал енді сен орталықта қазір қызмет етіп жатырсың. Тәжірибе жинағаннан кейін болашақта дәл осындай орталық ашу ойыңда бар ма? Орталық ашу ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Орталық ашу үшін өзіңе бір орталық керек сияқты қазіргі таңда. Неге? Қазіргі таңда өзіңе орталық ол кішігірім курстар, өйткені сен морально немесе физикалық тұрғыда дайын болуың керек. Сол үшін де жауапкершілік ала білуің керек. Жауапкершілік ала білген кезде сенде мықты орталық құрыла бастайды. Орталық саған өзі келетін сияқты, сен оған емес. Өйткені сенің айналаңдағы адамдар қандай болады? Өзің жинаған адамдар дәл сондай бір пирамида құрыла бастайды. Өйткені ол пирамида өзің сияқты активистер болады, өзің сияқты пікірін білдіре алатын адамдар болады деген сияқты. Сол үшін орталық ашу негізі идеяда аса қатты жоқ, шыны керек. Өйткені мен қазірше ол нәрсеге дайын емеспін. Мен тек қана қазір өзімнің мамандығыммен жұмыс істеу, өзімді дамыту мақсатында ғана. Саған көптен көп рахмет. Бүгін жаңағы ішкі жан сарайымен бөлісіп, болашақ жас шәкірттерге, түлектерге пайда беретіндей көптеген мағлұматтармен, құндылықтармен бөлістің. Алдағы уақытта ісіңе, жаңағы жобаларыңа сәттілік тілейміз. Қанатың талмасын, шарықтай бер. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Бағлан мырза. Бағлан өзінің жан сарайымен бөлісіп, сіздерге құнды ақпараттармен бөлісті. Хабар бізден, сауал сізден, себебі біз халық үнімен, көрермен үнімен әрқашан біте қайнасатын жобамыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.